Баршаңызға сәлем. Бүгін мен осындай песочный тестаның рецептісімен бөлісемін. Алдымен бізге бір жұмыртқаға қант және сұйық май құйып, жақсылап қант ерігенше араластырып аламыз. Міне қанты еріді. Ендігі кезекте біз қамырымыздың негізі, основасы дейміз ғой, ол ұн, сары май және қопсытқыш. Үшеуін салып, жақсылап араластырамыз. Міне осылай екі қолымыздың көмегімен жақсылап мыжғылап араластырамыз. Достар, менің каналымдағы рецепттер ұнаса, маған тіркеліп лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Араластырып алдық. Енді жұмыртқалы массамызды құйып, жұмсақ қамыр илейміз. Бастапқыда біздің қамырымыз қолымызға жабыспақ болады, бірақ әбден илеген кезде ол иыққанып әдемі болып қолға жабыспайтын болады. Жабыспақ болды деп ұн көп салып жіберуге болмайды. Бәрін осы рецепт бойынша жасасаңыздар, песочный тесто күшті болып шығады. Қолымызға жабысқан қамырларды түсіру үшін мен қолымды біраз ұнға батырып алдым. Болды, басқа артық ұн сепкен жоқпын. Артық қамырларды түсіріп қолымыздағы қамырымызды жақсылап илейміз. Міне қамыр дайын болды менде. Енді қамырды тоңазытқышқа қойсаңыздар да болады, қоймай бірден пайдалануға да болады. Мен өзім 1 сағатқа қойып аламын, мұздатып аламын. Міне тоңазытқыштан шықты қамыр. Енді осыны жақсылап формаға орналастырамыз. Видеода көрсеткендей етіп, енді әркімде әртүрлі форма бар, соған қарай өздеріңіз әдемілеп орналастырасыздар. Бұл песочный тесто бізде сметанник, творожный пирог, чизкектерге, карамельный пирогтар бар ғой, начинкасымен құйылып пісіретін. Сондай пирогтарға өте керемет болады. Жасап көріңіздер. Сіздермен болған Тоғжан. Ас болсын.